Ұлытаудың ұландары, қазақ рухының ұрандары. Осындай атаумен облыстық кітапханада Ұлытаудың қос перзенті публицист жазушылар Баубек Бұлқышев пен Мұқан Иманжановтың 110 жылдығына арналған рухани танымдық кеш өтті. Баубек Бұлқышев пен Мұқан Иманжановтың есімдері Ұлытаудың да, ұлттың да тарихына алтын әріппен жазылған. Кешегі кеңестік дәуірде қазақ әдебиетіне өзгеше үнмен келген қос тұлғаны еске алуға арналған кеш облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы өкілінің алғы сөзімен ашылды. Баубек Бұлқышев от пен оқтың арасында жүріп, қаламын қаруға теңгеген қайсар рух иесі. Ал Мұқан Иманжанов қазақ әдебиетіне сыршылдық пен адамгершілік биігін ала келген көрнекті қаламгер болып табылады. Олардың шығармалары елге деген сүйіспеншіліктің, адамға деген сенімнің, ұлт рухының мәңгілік үлгісі. Бүгінгі кештің мақсаты осы асыл мұраны жас ұрпақтың санасына сіңіру, тұлғалардың өнегелі өмір жолын дәріптеу болып табылады. Баршаңызға мазмұнды да тағылымды кеш тілеймін. Тағылымды шараға өңір ақсақалдары мен зиялы қауым өкілдері, кітапхана оқырмандары және белсенді жастар қатысты. Ұлытау ауданындағы Баубек пен Мұқанға арналған еңселі ескерткіштің орнатылуына тікелей себепкер болған еңбек ардагері Рақыш Нәшкенқызы игілікті іс жайындағы естелігімен бөлісті. Ұлытауда көптеген жылдар мемлекеттік қызметте жұмыс істеп, осы Мұқан ағамыз бен Баубек ағамыздың өміріне қызығушылығын танып, сол жерде қызмет етіп жүргенде екеуін бір-бірінен бөліп жармай ескерткішін орнатуға үлкен дәнекер болғаным шындық. Туа Алматы қаласынан Досмағамбетов Сәбит деген мықты, атақты, талантты скульптор кісіні тауып алып, өзім іздеп жүріп, Ұлытауға алып келіп, 93 жылы екі ағамыздың достығының белгісі ретінде бөліп жармай бір-бірінен Ұлытауда орнатқан едік. Іс-шара барысында Баубек пен Мұқанның бір-біріне жазған достық хаттары оқылып, жалынды жырлары жатқа айтылды. Ұлытаудың қос перзентін ұлықтауға арналған шаралар әрі қарай да жалғаса бермек. Мұқағали Сейітқазы, Әлихан Мұхтар, Ұлытау телеарнасы.